Қайырлы күн, қыздар. Бүгін бізде суббота и уборка деп па. Қазір мен круассанға тесто илеп қоямын да. Зал мен кухняның пердесіне кірісетін боламын. Уборкамызды бастаймыз, қыздар, жатпаймыз. Залдың шторынан бастаймын. Бізде үйдің биіктігі негізі 3:10. Сол үшін бір орындықпен екеуміз ұзын болсақ та шығып қолымыз жеткен жоқ. Сол үшін орындықтың үстіне орындық қостық. Қазір бір-бірден уже стиральныйға салып жуып аламын. Үстіндегі пердені ол кірі де білінбейді, бұны жаза жуғам. Мына столым үстін шағын бәрін жуам. Әппақ болғанмен суым қап-қара болып шықты ғой. Одан кейін мына кілемім уже ескі да, бұрынғы үйден келе жатқан кілем. Бұл залға ешкім кірмейді дегеннен онша көп плюс ұстай бермейміз андасында. Сол үшін дұрыстап пылесос ұстап, жан-жағын бәрін дұрыстап жуып аламын, шаңдарын сүртіп. Бізде итальянский краска стенада, көріп тұрсам, мына жақтың бәрі ақ болғанда, молочный секілді. Балалардың қолының іздері ойнаған кезде, жүгірген кезде соларды жуып тазалап аламын, сабындап. Бұл моющий краска уже. Кішкентай баласы бар үйлерге негізі не стоит. Ал есігімнің цветі серый болғандықтан кірі онша білінбейді. Жақында ғана есіктерде тазалап аламын, бірақ освежить етіп сүріп жатырмын. Ванна тұр ғой, мына ортадағы ванна, екінші ванна, свет жағатын жерінің жан-жағы ақ болғандықтан кір болып қалады. Оны да бір сүртіп, оның бәрін тазалап алдым. Қыздар, бұл жаңа круассан істейін дедім ғой. Бастайын деп тұрғанда жұмыртқа болмай қалды. Общем, жұмыртқаға жұмсап жібердім. Круассан іші алдында күшті шыққан. Общем, бірге бір жылы сүт пен жылы су, потом тұз и қант. Мен 2 қасық салам. 2 ақ уыз, 1 сары уыз. Күшті қызып жұмыс істеп жатыр. Общем, араластырамыз да. Дрожжи салып, сосын бекерге қойып 15 минутқа. Содан илеймін. Суббота, воскресенье мен балаларыма бірдеңке істемесем, пирожки, бауырсақ или осындай тәттілерді істемесем, уже мама жейтін түк жоқ деп шығады ғой. Түк жоқ деп шығады. Так, мен дрожжым қайда кетіп қалды. Мен екінші қызымды жағалас бірдеңке істеп жүреді, содан қайда қалғанын білмейміз. Так, дрожжыны салам. Қазір дрожжылар көтерілмейді ғой. Көптеп отырмыз. Дрожжыны салып, араластырғанда 15 минут қожалып қояды. Правда, мен вообще булочка істеп білмейтін ғой. Тоқ бірдеңке істейтін ғой. Круассан деп қоямыз, сол булочка ғой бұда. В общем, болды. Қана бір болып тұрады ғой, сол кезде барып илеймін ғой. Ал ары қарай есікті бітірдім, енді кухняға кірсем. Менде әлі жалғасуда. Ош, мына новый алғанда, мына жердегі салафандарын сразу алып тастау керек екен. Тұра берсін, кір болады деген болмайды ойшым. Мына салафанның қалып қалған ғой, соның үсті кір болып қалады да өстіп міне. Жабыспаған. Осыған бірдеңке сеуіп қоймасам. Мен мынаның ішін бардағын жинаймын. Бардақ. Мынаның жуып алдым. Қазір осының ішіне салатын болам, міне осылай. Бұны да шағын сүртіп салмасам. Болды. Күнделікті қолданатын. Мынаның ішіне тығып тастайды қыздар. Осының ішіне салып қоямын. Мынаның мынандай дөңгелегі бар. Бір жерге тыға салу керек қазір. Мускулдың кішкене ғана қапты. Так, мынау Герсактікі иісі свежий, бірақ үйдің ішін алып кететкен иісі. Андай қатты аштырақ па қалай еді, сондай. Так, мынау спрей для ванны. Қазір бұны мен мына стеналарға сүртетін болам. Бұл тұра берсін. Так, мынау Pantene Pravi. Мына что-то шампунь маған жаққан жоқ, мына жері сынып қалды. Қонақ келгенде қоя саламын. Бұл мұнда тұрсын, ел жоқ, мына ішіне сала салайын.
Так, одан кейін мында основной уход, увлажнение. Мынау тоже шампунь екен. Мынаны білмейді екен, мына шампунь бар екен. В общем, бұл да кетті. Так, мынау рост во всю силу, 10 в одном. Короче, мынау не ғой. Бальзам для волос. Бұл да керемет маған жоқ. Бұны да қоя салайын. Қонақ келгенде керек болады. Кейбір кезде бальзам біткенде де таба алмай қаламыз ғой. Так. Бұны да сала саламын да. Так, одан кейін бұның астына кетеді. Мынау для баняға баратын. Короче, үсті су болмайтын. Міне мынаның ішінен де шығып жатыр. Клер, шампунь. Бұны да осының ішіне кетеді. А то мынаның іші бардак болып кетеді ғой. Так, мынаның ішінде не бар? Так, губка, коробка. Мынаны алған білмеймін. Түк те пайдаланған жоқпын. В общем, былай тұра берсін. Орамал, шапка для бассейна, мусорный пакет, мынандай щеткалар, хасталарды сала салады қыздарға. Мама керек болып қалады деп. В общем, лақтырамыз. Так, мынау неме картошка шить, новый болып тұр екен. Жоқ, осының ішінде тұра берді. Осыны реттеймін. Дөңгелегі бар, удобно. Так, мында косметичка біреу, но для ванны сумка. Мына қонақ келгенде щетка, біреудің щеткасы қалып қалған. Мынау щетка салатын. Бұның ішінде не бар? Ойба, мына щеткамды таба алмай жатсам, корейский бар ғой. Мынаның басы бар ғой, жұмсақ, сонысымен ұнайды. Үшін мынау менікі. Щеткасын аламыздан, аусын жинаймыз. Одан кейін сабын, сұйық сабын құятын. Короче, бұл сынды. Сынды ма или нормально ма? Бұл тұра берсін. Мынау женский. В общем, өздеріңіз білесіздер. Так, мынау бірдеңке құятын. Тағы не бар? Мынаның ішінде крем, неме мынау? Кремдер. Мынау да крем. Мынау тағы неме бальзам шықты. В общем, осыларды реттейтін болам. Енді маған мынаның ішін жинау керек. Мына жақты болдым. Вообще босып қалды. Мына жерде жаңа артық сабын. 3 сабын қапты. Артық мынау бальзамдар краскалардан шыққан. Мынау щетка ішінде бар екен. Мында пакет-макет, артық тряпка, в общем, сумка баняға. Бұны отдельно сақойын. И мына щетка. Так, енді мыналардың артықтарын астына тығам. Мына жер ішінде мамалар бар. И мына жақ пустой почти. В общем, мен болдым. Мынаның ішін реттедім, сүрттім. Ана жақтағы артықтардың бәрін ішіне салып тастадым. Бірінші полкада баняға баратындар. Короче, скраб для тела, бальзам. Мынаны білесіздер. Мынау алдында кішкенесін боядым да. Түпкі шаштарын боядым, ағарып кеткен. И қалған алып қойдым. Мынау бальзамды білесіздер ғой, мынау ең күшті бальзам, комплимент. Мынау шашты күшті өсіреді. Қыздырады, байлап қоясыз бір жарты сағат. Шашты күшті өсіреді. Так, екінші полкада мынау тоже шашқа. Мынау да шашқа күшті. Жуып болғаннан кейін маска. Мынау жаңа массаж жақпас үшін спрей, Nivea, Pantene 2 шампуньді мында қойып қойдым. Мынау негізі мен пойызбен анда-мында барғанда алып алатын шампуньім. Мынау L'Oreal красканың бальзамы күшті ұнайды маған. Мынау, короче, капрон жабыспайтын. Мында менде так крем для тела тұр. Мынау күшті Фаберликтікі бар қандай. Пятна кетіретін 350 теңге алған осы күшті. Так, күнделікті мынау гель для лица мына жақта тұр. Мына екеуі артық. В общем, мынаны жуып тазаладым, жинадым. Мына жақта артық ештеңке қалған жоқ. Қазір айнам бетін сүртем. И мына шампуньді айтайын, 3350 теңге. Мына шампунь шашты деген сұмдық түсіреді ғой. Мына шампуньнан құртылды мен шашым. Просто мынау қымбат болғаннан кейін әлі пайдаланып жүріп, негізі лақтыра салу керек.
вообще бір оңбаған шампунь екен бар ғой. Мынау бальзам. Бұл негізі осы керасистің шампуньін пайдаланатын ғой. Бальзамы вообще күшті, бальзам не қылмаймын. Просто мынаны алып көрейін деп едім, вообще нашар екен. Бұл менде қазір душтың ішінде тұрады. В общем, мына жердің бәрі жинап біттім. Мен иіс сабын қоймаймын, езіліп кетеді. Мына Русь деген сабын бар ғой, кір сабын. Сол күшті балаларға. Қазір мына стеналарды жуып боламын да, одан кейін душқа кірсем. Күнде сүртесің, күнде бұлғанады ғой үшін. Кәні айнан бетін айбеттеп сүртіп аламын. Не, мама. Далаға жесің қап-қарау жердің бәрі шын. Мына жер таза. Алаң епті, қой чысқап жүрмесін. Саяқты мама осылай жеп қойды. И ана жақта бізде уже круассан пісіп қалды. Кішкене қалды пісуіне. Ана жақта бірақ шоколад төгіліп жатыр. Кішкене болып қалды. Қазір бізде екіден Жоқ, күшті шыққанда просто бар ғой. Андай вареный сгущенка емес. Негізі сұйық шоколадный, короче. бірақ қазір аппетитный болатын шығар. Бәрі еріп далаға шықты. Ішінде бірдеңке қалған шығар. Бірақ тестасы жеңіл болып шықты. Ше алуан емес. Жуғанда айтсайшы. Мынаны ешкім жуғысы келмейтін шығар. Күшті шықты. Вообще супер шықты. Дәмді көрініп тұр. Күшті көтер. Болды, шай ішеміз қазір.